القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل. Sozатын жерleri var, sozбайтын жерлері бар. Осы хадистерде, осы фихта қалай келіп жатыр, қай жерінде созады, сол жерінде ғана созған дұрыс болады. Созбайтын жерде созып жіберсеңіз, бұл грамматика түгіл ақидада үлкен проблемаға тудырады. Яғни дұрыс емес айтылған болып есептеледі. Мысалы, араб тілінде Аллах деген сөздің алдында а бар дедік па? Соған тағы бір а қосатын болсақ, созылып оқылу керек болады. Яғни сұрақ белгісі. Сұрақ белгісінде алиф пен хамза мен сұрақ белгілері бар. Әнта дейді, сен ба? Әнта деген сен болса, әнта, сен ба? Деген сұрақ белгісі бар. Енді осы сұрақ белгісін Аллах сөзінің алдына қоссақ, ол кезінде екі алиф қосылып, ұзын ғып бір алиф қып оқылады. Яғни мадда дейді. Аллах. Созбайтын жерде Аллах деп созсақ, Аллама не деген сұрақ болып жатыр да. Аллама не? Яғни Аллаху акбар десек, Аллама не ұлық деген күмән туып жатқан секілді болып қалады. Сұрақ қойып жатқан секілді болып қаласыз. Негізі Аллаху деген жерде созатын бар, ол жерде проблема жоқ. Аллаху. Басында созсақ, созбайтын жерде сұрақ белгісін алдына қойған боламыз. Аллама не ұлық? Аллама не ұлық? Жоқ, болмайды олай. Ал енді акбар деген сөзде де алиф бар, акбар дегенде. Бұған да соз жіберетін болсақ, бұған да сұрақ белгісін қойған боламыз. Акбар. Аллах ұлық па не? Аллаху акбар. Аллах ұлық па не? Түсінікті ма? Яғни күмән келтіріп атқан сияқты боласың да, Құдай сақтасын. Сондықтан созбайтын жерде созбаған дұрыс. Ал енді акбар деген кезінде бәр деп созып жіберетіндер бар. Акбар. Бұл ақидада ондай сұрақ неге жатпайды, бірақ грамматикада араб тілі бойынша, қағидасы бойынша қате болып есептелінеді. Сондықтан азан айтатын жігіттерге де жол жүресіздер, үйде, мысалы, азан айтатын болсаңыздар, осындай тұстарын ескеріңіздер. Яғни созатын жерде Аллаху акбар. Аллах сөз жерінде ғана созылады. Бірақ жерде болды. Аллах дегенде ортасында. Басқа жерінде жоқ. Сондықтан басқа жерде созбаған дұрыс.